тартпак түгүлү барлык экономикадан да, аймактык көчбасчылыктан да айрылып каламыз. Электр энергиясының құны сол өңірдің дамуына тікелей әсер етеді. Кез келген өнеркәсіп тоқпен жұмыс істейтін анық. Оның бағасы арзандаған сайын өндірілетін тауардың өзіндік құны түседі. Яғни кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Энергетика көздерінің өңірлік таралымы теңгерімсіз, яғни даму процесі тез жүріп атқан оңтүстік өңірлерде электр энергетика көзі азда, яғни 10% ғана ұстап отыр. Ал енді солтүстікте даму баяу 79% осы солтүстікте ұстап отыр. Яғни жылу электр станцияларының көбі солтүстікке орналасқан. Қазір елімізде бар станцияларды ретімен пайдалансақ жеткілікті болады деп санайтындар да бар. Кеңес одағынан қалған барлық энергия жаңағы ресурс көздерін біз максимал түрде пайдаландық па бүгінге дейін? Бұл мәселе шешілген жоқ та. Ал экономист мамандар ескіні жамай беру, экономикалық әрі қауіпсіздік тұрғысынан тиімсіз деп есептейді. Бұрынғы электр станцияларының барлығы көнеріп тозып, қазірге қатар бұрын салынған электр станцияларының барлығы 60 жылдар мен 80 жылдар салынған. 53% жылу электр станциясы 30 жылдан асып кеткен. Ал енді 69% су электр станциясы олар жалпы оларда 30 жылдан асып кеткен. Ал енді оның ішінде 23% электр станциялары оның барлығы жаңағы қолдану мерзімінен өтіп кеткен. Биылдың өзінде елде энергия тапшылығы 6%-ға 1,5 мың мегаваттқа артқан. Бұл Қызылорда облысының тұтынатын көлемінен 5 есе көп. Сұраныс жыл сайын өсе береді. Баламалы жасыл энергия көздеріне келсек, олар тұрақсыз. Күн шықса көп береді жаңағы энергияны. Ал енді күн шықпаса аз береді. Желде сондай. Жел тұрса көп береді, жел тұрмаса аз береді. Сондықтан бұл тұрақсыз энергия көзін экономиканы дамытуға тірек болатын энергия көзді қарауға болмайды. Атом электр станциялары уран таблеткаларымен жұмыс істейді. Көлемі 1 текше сантиметр болмайтын уран отынынан өндірілетін энергия 1 тонна көмірмен немесе 500 текше метр газбен тең. Бұл қоршаған ортаны қара түтінмен ластамауға әрі үнемдеуге сеп. Қазір әлем бойынша 500-ге тарта атом электр станциялары